Mektemizde Türkiye'nin toy, Kosalak toy, birinci toy, mektepteki Navruz merekesinin, Jasaru merekesinin, Kut bereke merekesinin ötüğü. Al ikincisi, mektebimizdeki 5. sınıf okusularının müşer toyu. Sol toyların kutlu olsun deyimiz. Senderdi osu күнге дейін оқытып 5. класста Гүлбахар апайға өткізген Айза апайларын қаншалық толқып қуанып тұрғанын байқап тұрсыңдар. Айза апайларын екеуі сендерге тілегін айтсын. 1. класста қандай едіңдер, қазір қандай болдыңдар? Айза апай. Құрметті оқушылар, міне бұдан сендер бірнеше жыл алдын осы мектепке алғаш қадам басып 1. классқа имене кірген едіңдер. Ал енді міне бүгін ата-аналарымды әрқашан қуанышқа бөлеп жүрулеріне мен де тілектеспін. Әрқашан дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Осы ауылға, отанымызға адал қызмет ететін ұл қыздар болып жетулеріне тілектеспін. Дендерің сау болсын. Енді 11. класты бітіргендерінше Гүлбахар апайлардың айтқанын істеп, аналардың орны ана, әкелердің орны әке болады. Гүлбахар апайлардың да сендерге бүгін айтатын тілегі үлкен болса керек. Гүлбахар апай. Сендер бүгін ең бірінші, ең қуанышты мүше тойларың болып жатыр екен. Сендерді ең алдымен адамдар үшін ең қажетті болған денсаулық тілеп, сендерге озат мектепте озат оқуларына жақсы тілектер тілеймін. Әрқашан жаңағы мен айтқанымды істеп жүрсеңдер, мен де сендердің айтқандарын істеуге әрекет қыламын. Сендер осындай дәрежеге жеткізген Айза апайларға рахмет. Ең дүниедегі барлық жақсылық сендерге тілеймін. Енді ата-аналардан апайға сөз берсек. Мүше тойларыңды, мүше тойларыңмен құттықтаймын. Дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Әрқашанда тәртіпті, үлгілі оқушы болып, мұғалімдердің айтқанын істеп, жақсы ұл қыздар болып жетісе беріңдер. Құрметті оқушылар, 11. сыныпты бітіргенде мектебіміздегі ең озат оқушылар, ең тәртіпті оқушылар, көп беске оқыған оқушылар сендер болып жетсіңдер. Бүгінгі мейрамымыз жақсы өтсін. Алдында екі апайға тілейтінім, дендері сау болсын. Сендердің ерген наздарыңды, топалаңдарыңды, кейбір тентектіктеріңді
көтеріп, сендерді жақсы адам қылып жеткізуіне шын жүректен тілектеймін. Апайларымды сендердің аттарынан екеуін де мейрамға құттықтаймын. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Біздің домбырашы қыздарымыздың орындауында бір ән тыңдаңыздар. Var. O жерде апайлар оқушылармен бірге концертimiz бар. Оны басқаратын мына Оразбекова және дағы Өріспаева деген оқушы қыздарымыз ортаны жүргізіп барады. Ал осы мейрамымыз жақсы өтсін. Қанекей келген қонақтарды бір қарсы алып қол соғып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум халқым, аман сау жүрсіздер ме жалпың? Ұлыстың ұлы күні наурыз тойын тойламаққа жиылған көпшілік қауым. Армысыздар ата-әже қариялар, аға әпше сіңілдер мен жас балалар. Тойға келген наурыз тойы тойланғалы, тойға келген ұстаздар мен оқушылар. Құтты болсын жаңа ғасыр бәріңізге, жиылған жасыңыз бен кәріңізге. Еліміз тыныш болсын, гүлдесін әлем, құлдық қылам ей Алла деп тәңіріме. Микрофонды алдым бүгін қолыма, жаңа ғасыр наурыз көктем тойында қызықтырып алып бару мейрам.
Бейсенұлы Шамының қызымын мен, аялап әлпеш деген тоңғышымын. Ниет гүл деп есім қойған ата-анам, таныс көріп мен тұрмын өзімді өзім. Әуел ұлы Сейітбек әкем менің, ата-анамның екінші перзентімін. Айгүл деп қойған менің есімімді, аман болсын туған елім, туған жерім. Мектебіміздің директоры Чумполатов Абдулла ағайға сөз береміз. Ал құрметті бауырлар, құрметті туыстар, ауылдастар, бүгін міне бүтін егеменді Өзбекстан бойлап Наурыз мейрамы аталып өтіп жатыр. Барлық жерде ауыл тұрғындары өздері қолынан келген әрекетін істеп, дастарханын жайып, көңілдерін көтеріп, ұлыстың ұлы күні Наурызды күтіп алуға даярланып, күтіп алып жатыр. Сондай ауылдың бірі Көрік Найман ауылында міне бүгін 21-ші Жамбыл-атындағы мектеп ауласында өтіп жатқан үлкен Наурыз тойына келгендеріңізге қош келіпсіздер деп барлықтарыңызды тойға шақырамыз. Саламат болыңыздар. Құрметті ағайын, құрметті туыстар, қазір мына столымызды басталғалы, дастарханымызды басталғалы тұрған шақта ауылымыздың ақсағандары 90-ын асып, барымыздың атамыз болған Іңкәр бабамыз арамызда отыр. Алладан тілейтініміз барлығымызға Құдай сол кісінің жасын берсін дейміз. Мына жерге шақырмай, отырған жерінде кішкене бәтесін берсін деп сұраймыз. Аумин Іңкәр бабам. Өссін өздерінің қалғолымыздың планын бажарылсын, еліміз өсіп өнсін. Наурыз хаммаға баға келсін, қыдыра келсін, дастархандар берекелі болсын. Өздерінің көбейіп өссін, айтқандарын қабыл болсын, ниеттері қабыл болсын. Үлкен рахмет. Алтын алма, батал дуал дейді. Бабамның дуасы барлығымызға жететін болсын, нәсіп қылсын жақсы тілектері. Енді бүгін мектептегі үлкен тойды, мүшел тойы мен мектебіміздегі 5-ші сынып оқушыларының мүшел тойы, одан кейінгі оқушылардың 61-ші жыл бар, кейінгілер бар, олардың мүшел тойлары, солардың барлығын ортаға қол соғып шақырмасақ барлығымыз. Наурыз тоймен мүшел тойымыз екен, сол сіздерге біраз мүшел тойы туралы таныстырып өтеді оқушыларым. Наурыз айтысын тыңдаңыздар. Наурызымызды қарсы алайық. Наурызбен бірге жылан жылында қарсы аламыз. Наурыз келсе, құт келгені қалайық. Шашу шашып, есік ашып, ел боп қарсы алайық. Наурызбен биылғы жылымыз жылан жылын қарсы алыңыздар. Оны айтып берші, бірінші жылға кірген әмел екен. Дүние ойлап тұрсам дұшпан екен, көрінде кінәліні қысқан екен. Айтайын сұрауыңа анық жауап, бірінші жылға кірген тышқан екен. Қорғана ауылынан бек қораты, көп түкірсе дария көп болады. Анықын білсе екен, тоқтамай, екінші жылға кірген не болады? Қорғана ауылынан қиыр екен, құлындай ойларсың бейір екен. Білгін кеп отырғансың,
kirgan seyir ekan. Tuğan şer adam zattın mekeni eken, şüyrükten şüyrük kuğum şeber eken, tağı da toxtalmasdan aytıp berşi, üçüncü жылға kirgen nemen eken. Konğana ağlının kalın kalmaz, bulara былтырғыдан дейін алыз. Айтайын sen білмесең мен анығын, üçüncü жылға kirgen болар барыз. Ақсерке айымызда қой бақтайды, шынаққан топ ішінде той бақтайды. Төртінші жылақтан тауып айтсаң, осында талабыңды ер бастайды. Қамшының сары сауы қоямай екен, шалғанда қызыққа адам қояр екен. Несіне білмесіне бәрде керін, төртінші жылға кірген қоян екен. Базардан сатып алған алтын күзгі, кезіктің бұл құрылмай жылы жүзді. 5-ші жылдың атын сауып айтсам, қалайша ұмытамын ойда сізді. Жылқы саны жабығы құлын екен, бекіткен омыртқаны жұлын екен. Есіңе мықтап сақта мен айтайын, 5-ші жылға кірген ұлу екен. Жастардың іздегені ойын сабақ, жігіттің серлікке көңілі абақ. Ылғи да сені мақтап жүрер едім, 6-ші жылдың атын айтсаң тауып. Мінгені боз баланың құнан екен, жетілген құйрық жары бұлан екен. Қиылып сұрадым ғой мен айтайын, 6-ші жылға кірген жылан екен. Қонғаны ауылының бел балады, қаптаған ой мекір ел балады. Тағы да айтып берші анық ашып, 7-ші жылға кірген не болады? Қашады табақ кіргіп қызыл түлкі, өмірдің бір қызығы ойын күлкі. Білмәкте қорбақ қолға мен айтайын, 7-ші жылға кірген болар жылқы. Бәйгеден келсе жүйрік жарар еді, сүзілтіп жал құйрығын тарар еді. Жыл атын 8-ші айтып берсең, көкейге қонып өшпей қалар еді. Қонғаны ауылымның ой болады, мереке жылдасынай той болады. Түйіп ал көкейіңе ұмытпастай, 8-ші жыл аты қой болады. Ауылым қыста отырып құрады, мереке күндасынай той болады. 9-ші жыл атын айтып берші, білгеннен жақтағы да ой толады. Болатын түскейсейді бесін еді, туышылар өзен көрсе шешін еді. Білем ал мен айтайын мұның жоғыз, 9-ші жыл аты мешін еді. Ал енді мен сұрап көрейінші, жауап бере алар ма екенсің? Қонғаны ауылымның қарағайлы, көп жылқы қарағайды аралайды. 10-ші жылдың атын айтып берсең, сенікін білімпазға санамайды. Туғаны өнерпаздың ойын сауық, мен де бір талаптыны алдым тауып. Білсін деп атап берем жылдың атын, 10-ші реті менен келер тауып. Üstüne şayı şapan kiygen kabak, İşkalan sul şeberdi avuk avuk. Жыл атын 11-ші айтып берсең, сыйымда ұсынарем ебін тауып. Балақтың бір баласы кит балаты, шеркенді ластарды бит балаты, атаға ел қадырын әделеген. Жыл атты 11-ші ит балаты. Табады асы сөзі ерден аты, шығады білім деген сөз тарасы. Жыл атын 12-ші айтып берсең, келіп жүр жақындасын ел арасы. Мінгені қойшылардың өгіз екен, аяғы дарияның теңіз екен. Білгенің арта берсін деп айтайын, жыл аты 12-ші доңыз екен. Сұрағым осы менен тамам болар, тұрмаған уәдесінде жаман болар. Кез болған құйуадан талаптысын, көңілім ұқтыма деп алаң болар. Осы мен жыл өлеңін тамамдаса, бұл жайда айтамыз ба жаман болсақ, үйрендік білмегені осы жолы, тағы да үйренеміз аман болсақ. Наурыз менен жыландығымыз құттықтап кеттік. Сәлем анам алтын күн, сәлем қатты қалқыңмын, уақытыңа риза боп, бақытыма шалқыдың.
Meyramlarga da esen aman kete veringizler. Her kaysinizin yüzlerinizden külkü ağrımasın. Her kaşanda o yerde toyda gezese verek. Ünerinizde de toyda gezese verek. Avla şaldarınızın da töpleri tüköl olsun. Keyinli yıllarda da esen aman yürü veringizler. Avla müşel baldar denderin sağ olsun. Her kaşan üstüp külü boyuna töp gözlerin tüköl yürü veringizler aynı olayı. Al bir bunda baldardan başka müşehirliğe tutacakkan odan ülkenin ünlüler var, kelinler var. Sizlerin de semyalarınız aman olsun. Dört gözleriniz tüköl olsun. Her kaçan da üstüp kulüp oynap müşehir toylarınızda toylap yürüverinizler. Rahmet. Thank you.
kulak taskan arige. Ödersin buldur yedi
жинап, бүгінгі Наурызға көкпар той беріп отыр. Соның үшін мына көкпаршылардан алдым, жаңа қариядан бата алдық, молдаген бір ақ жол тілек айтып өтсін деген ұсыныс түсіп жатыр. Қана қабыл алыңыздар. Шабандоздан суатты. Ассаламу алейкум ауыл тұрғындары. Жаңа Наурыз деп отырмыз ғой, Наурызымыз жаңа жыл. Барлығыңызды жаңа жылдармен құттықтаймыз. Отбасыларың аман болсын, дайымға ойнап күліп жүріңдер. Үлкендерді, жастарды барлығыңызда бірдей. Ал бүгінгі мына жұрттың, елдің осыдан шығарып той жасаған екенсіңдер, тойларың құтты болсын. Жаңа мына жерде кәріеміздің кәрілген батасын берді, сол батаны ұластырып, мейлі жиған тергендердің барлығы да тойларына бұйырсын, хәмише ойнап күліп жүріңдер, алыңдар, ал білмеңдер, аумин, Аллаху акбар. Енді мына ажал күлеміз. Үй шалықсын, күй халықсын төңіректен, суыт класты орындарында қыз қуы. Салты бар ғой қызым мен сабайды, сұрық жағынан қалмайды, сөреге жеткен жаурады. Burayı sen dersiyle açmışlar, ben çizim. Sıcağısın söyle tek o. Beni gösteriyorsun. Ендігі кезекті 6-шы А сыныптың орындауында ән «Туған жер». Oldu mu? Ne alayım? Өткен заманда Қызыл шапка деген қыз болыпты. Сол қыз бүгін жаңа 2002 жылда күтіп алу үшін біздің мектебімізге келіпті. Мама, сізді жаңа жылыңызбен құттықтаймыз. Рахмет қызым. Қызым, рахмет. Бүгін қызым, мен саған ормандағы әжеңе пирог пісіріп қойған едім. Соны әжеңе апарып бер. Әжесі орманда жасайды екен. Орманда әжесімен бірге жаңа жылды қарсы алуға ормандағы әртүрлі хайуандар да келіпті. Буратино ертегісінен Мальвина, Артемон, Буратино келіпті. Түлкі мен мысық та келді. Перо да жүгіріп жетіпті. Барлық ертегілерден жалмауыз кемпір де келіпті. Бұл жерде не болады? Барлығы осы жерге жиналып қапсыңдар. Жалмауыз, сен бұл әдетіңді қойғын. Кел, отырып бізбен бірге жаңа жылды қарсы алып ал. Бопты. Әже, сізге мамам пирог пісіріп қойды. Сон сізге әкелгенем. Бәріке қапты ғой, барлығыңызды жаңа жылмен құттықтаймын. 6-шы сыныптың орындауында би.
Endi "Ну погоди" мультфильминен Qo'yan men Qasqirning aytisini tomoshalangizlar. Mikrofon qo'ysak. Mikrofon yekoma. Çıkça diye
Жігітке қырық өнер аз деген атты тәрбиесі атасын қосып айтып кету төртінші. Шағына жігіттер жарысыны көріңіздер, тілектес болғандардың бағына. Ал ендіше келіңіздер, бағасын өздеріңіз беріңіздер. Сәлемдесу таныстыру кезеңінде қол соғып тамашалап көріңіздер. Ассаламу алейкум деп бастаймын. Ассаламу алейкум қалқым. Аман сау жүрсіңдер ме жалпың? Шықтық міне жарысқа қадам басып, алайық жалпыңызбен амандасып. Талаптыға басиып арқашан қошталуына келген ғой қалқымызда. Әуелі жайына қойып ариятты деген ат алады. Бүгінгі сайыс қолынан келді. Атым жолдас ұлымын Абдулланың сайыста берсін Құдай тілегімді. Жеңуде жеңілуде мақсат емес, көрсеткелі шықтым мен өнерімді. Бас еліңізді бәріңізге, тамашалап отырған әскеріңізге, берлесуді ықыласпен күзеткен соң тілек бата берің бәрімізге. Үлкен атам көз жасы, Шыныбектің оласы, есім менің қалмынат, жігіттердің данасы. Жарысудан қашпаймын, сөз айтқаны саспаймын. Осы айтқан сөзімді әрине мен ақтаймын. Секер құрбан бақ сынаған жігітпін белін бұған. Көктемдегі әсемдік солай, жастар ойна билей, деп ақ қыздар билей, айлы аспанның астына. Көктемдегі әсемдік солай, жастар ойна билей, деп ақ қыздар билей, айлы аспанның астына. Көктемдегі әсемдік солай. Айтамыз әрбір сөздің басында, тілектерің орындалсын расында. Жігіттер қимылыны бағаламыз, отбасы ошақ қасында. Қайрат және Тұлпар командаларының өздерін таныстыру, сәлемдесу шарттарын көрдіңіздер. Екі командада жақсы дайындалыпты. Біз мынау қазылар ойласып, бұл екі командаға да бомбалдар бердік. Мынау өз алдына үшінші команда. Айтамыз әрбір сөздің басында, тілектерің орындалсын расында. Жігіттер қимылыны бағаламыз, отбасы ошақ қасында. Бірінші байлап көрсетесіздер де, кейін дастархан жасап бересіз. Оған шейін екінші аптадан кейін Болады.
Kayrat komandasında 4 oğul. Bravo söz. Hazır olsun Aslan'ın bayramcısı. Birinci koyup durup samsağını cebine koşmadı. Еркінтілер байқап қара, екі күймек бір жанға, әділет пе, қаны қара бір жанмын, жаны жара, жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла, соқтық балық соқпақсы жерде ұстым, мен жалғыз алыстым, кінә қойма. Көңіл ұққанынша. Жазым үргі жасайға бермек үшін бұл сөзді тәсіп көз салаптыға көңілінің көзі ашып. Жақсыға айтсаң жаның еріп, оғар көз. Үшінші шартты көрдіңдер. Үшінші шарт абай үгіттері екен. Енді балдар көңіл бөліңдерді атының өзі айтып тұр. Абай үгіттері деп тұр. Иә, бұның барлығы қазіргі айтқан өздерің оқыған өлеңдердің барлығы сонда қазір сендердің өздеріңнің оқыған өлеңдерінің барлығы абайдың насихат түрінде айтылған өлеңдер. Байқаған болсаңдар, насихат түрінде. Сендер жаттағансыңдар туры, жаттағандарыңа сөз жоқ, бірақ жатталған нәрсені 4-ші класстың 3-ші класстың болса, сәл айтқан кезде, сол сөздің мағынасына қарай, басына қарай, анау өлеңді оқу мәнері деген нәрсе бар, сол нәрсе болған жоқ. Сол үшін, мынау Тұлпар Қайрат командасында ешқайсысы мәнерлеуі көңіл бөлген жоқ. Сол үшін бұларға 9 балл қойдық та, ал Тұлпар командасында жолдас мәнерлеп оқыды. Қалғандардың барлығы бірдей болған күнде де жолдас мәнерлеп оқыды. Сол үшін Тұлпар командасына 10 балл берді. Жауап береді, пәнеші жауап береді айтыңдар. Кім? Шәкірбай. Назар түсіп. Қабылданды жауап, дұрыс. Екінші сұрақ. Қай құрлықта өзен жоқ? Ойласып? Ойласып, үшеуміз біреуің жауап береді. Қай құрлықта өзен жоқ дейсіз? Қай құрлықта өзен жоқ? Қайсы материкте? Қайсы материкте жүргенде болады? Материктерге қарап сіздерге қандай өткесінде болады? Африка. Қайсысында өзен жоқ? Өзен ойлап көрді. Қайсысында өзен? Африка. Жауап береді. Жауап береді. Адам Сансызбай. Шығып. Сансызбай? Айт. Африка. Жауап қабылданды, дұрыс емес. Так, үшінші сұрақ.
Tüye ne üçün maqta jemeydi? Ne üçün maqta jemeydi? Oylasın. Ne üçün jemeydi? Var narsan jidegine maqtanın jemeydi. Tüye ne üçün maqta jemeydi? Cevaplarına gidiyoruz ne oluyor? Vakit bitti. Tez. Kaç cevap verir? Kim cevap verir? Adın ayında. Tiyana pakta tamamına tırkanı kim çemeydi? Cevap kabuldanında duruz emas. Keyin aytadilar javoblar. Altta bular. 4-surak. Altavdan beremiz. 4-surak. Qandayda bir qattiq zatda iki buğundan turadi ol zattın atı. Birinchi buğun bir degan so'zning antonimida, bir degan so'zning antonimida. Sol so'zning ikkinchi buğuni ishken adam. Antonim degan so'z bilasizlar? Orus tilida aytadi-ku. Teskari ma'nosini beradi. Sen tushunib bermanglar. Tushunib berishga hech qanday kerak yo'q. Javob taqdim. So'z jemeydi. Qalamaydi deganda. Jemeydi. O qattiq tikkan jeydi qo'ygan. Keyingi so'roq ne edi? Buğundan turadi. Qattiq degan buğundan turadi degani. Qaranglar. Birinchi buğuni bir so'zining antonimi dediga al. Ishkan adam ne bo'ladi? Mas. Ne bo'ladi? Qanaqa so'z? Almas degan so'z chiqadi. Sonda qattiq zat chiqadi. Turinglar joylariga. Yetti. So'ning ati. Екі нота және жалғаулықтан тұрады стол ойы. Ойласыңдар да жауап беріңіздер. Нотаның аттары қатысады бұл сөзде және жалғаулық қатысады. Жалғауы бар. Сіз бұлар тез. Командада керіс жауап береді. Қаны вақты беріп жауап бітеміз. Тауық. Тауық дейді. Тауық. Терісінде не болады?